Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз бүкіл әлемдік тартылыс күші деп аталады. Бұл динамиканың бастамаларындағы ең алғашқы тақырыптардың бірі. Бұл әрине ұлттық бірыңғай тестілеуде бұл тақырыпқа арналған сұрақтар бар. Кеттік. Ең бірінші мәселе, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер, пайдалы білім болсын, асықпай. Кстати, оқушылар, әсіресе оқушылар, егер мұғалім көріп отырса, енді сіздерге қатысы жоқ, оқушыларға тікелей қатысы бар. Сабақты көрмей тұрып, автобуста кетіп бара жатып, пойызда отырып көре салу деген әңгіме болмасын. Сабақты зейін қойып, кәдімгідей настроймен, желаниемен оқу керек, так что шаршамаңдар. Мынандай бір ақпарат берейін. Ньютонның бір ертегі бойынша Ньютонның басына алма құлап, ол ауырлық күшін, яғни жердің айналасында гравитация деген нәрсенің бар екенін анықтады дейді. Бұл әрине жай ғана бір адамның қиялы. Ол енді көптеген тәжірибелердің арқасында дәлелденген негізінде. Енді білесіздер, жердің айналасында бізде өріс бар. Ол өрістің атауы гравитациялық өріс. Ол өрісті біз қолмен бүйтіп ұстай алмаймыз, көзбен көре алмаймыз, бірақ біз оның бар екенін білеміз. То есть бізде жалпы материя бізді қоршаған орта материядан тұрады. Материя бізде екі түрге ие. Біріншісі зат, екіншісі өріс. Зат деген кәдімгі зат. Мысалы, алманың иісін сезе аласың, дәмін көре аласың, оны ұстай аласың. Ал өріс деген дүниені сен көзбен көре алмайсың, ұстай алмайсың, дәмін сезе алмайсың. Бірақ ол бар. Факт в том, что мен қолыма бір затты алып, қазір жібере салатын болсам, ол осы гравитацияның әсерінен жердің центріне қарай бағытталып құлайды. То есть кез келген жерде, кез келген нүктеде ол жерге құлайды. Мысалы, мынау әлемнің солтүстік полюсі. Осы солтүстік полюсте тұрып мен бір затты құлатып алсам, ол жердің центріне қарай бағытталып құлайды. Егер мен Африкада барып, Африкада бір затты құлатып алсам, ол жердің центріне бағытталып құлайды. Даже мына төменгі жақта Антарктида деймін, мен қатты бір географ емеспін, но ол да былай құлайтынын білемін. Жалпы осындай. Сонымен гравитация деген бұл бізді жердің центріне тартып тұрған күш. Сол үшін біз осы гравитацияны көп жағдайда жеңе алмай жатамыз. Мысалы, балалар волейбол ойны. Волейбол ойынында секіру деген нәрсе бар. Орныңыздан секіретін болсаңыз, сізді жердің гравитациясы өзіне қарай қайтарған. Сен қатты секірме дейді да өзіне қарай тартып алады. Енді екінші мәселе ай. Барлығымыз әртүрлі кинолардан, неше түрлі ойындардан айдағы гравитацияны көрген шығармыз. Айдағы гравитация жердікіне қарағанда ол әлсіз. Себебі мен жердің бетінде бар болғаны, мысалы 30 сантиметрге секіретін болсам, айдың бетінде секіретін болсам, мен прям Майкл Джордан болатын едім, өте керемет прыжокпен секіре алатын едім. То есть әр планетаның өзіне тән айналасындағы бір өрісі бар. Енді мынандай бір ақпарат айтып кетейік. Жалпы жер айналады. Сіздер оның айналатынын білесіздер. Жер өз осінен айналған кезде оның жылдамдығы қаншаға дейін барады деп ойлайсыздар? Негізі жердің өз осінен айналу жылдамдығы 465 метр секундты құрайды. Егер гравитация болмаса, оны жер бүйтіп айналып тұрған келіп, резко гравитация жоқ болып кетсе, пах деп жоқ болып кетсе, біз 465 метр секундпен бүйтіп космосқа ұшып кетер едік. Енді мынандай нәрсені айтайық. Жер бізді тартып тұр екен. Мәселе гравитация деген дүние, ол тек қана жерде ғана жоқ, ол менде де бар. Ол менің қолымдағы мына затта да бар, мына ручкада да бар. Бірақ мен кезінде, мысалы, бір қызға сөйтіп подкаст жасайтын едім, егер осы нәрсені білсем. Мысалы айтайық, бір қыз болсын, Аружан дейік, мысалы, к примеру просто. Аружан екеуміз бір қандай да бір қашықтықта, 1 метр қашықтықта тұрсақ, мен Аружанға тартылам, Аружан маған тартылады. Себебі екеуміздің арамызда гравитация бар, тартылыс күші. То есть мен мына микрофонға тартылып тұрмын, мен мына ноутбукқа тартылып тұрмын, ноутбук маған тартылып тұр. Бірақ бұл күш ондай қатты сезілмейді. Себебі біздің массамыз өте аз. Чем больше масса көп болған сайын оның гравитациясы күшті болады. То есть жердің массасын айтатын болсақ, ол 6 көбейтілген оның 24-ші дәрежесіндегі килограмм. Бұл дәл болды. Не айтатынды ұмытып қалдым ғой. Давайте оқайық. Бүкіл әлемдік тартылыс күші бұл физикадағы негізгі заңдардың бірі. Ол барлық денелердің определенный емес, барлық денелердің бір-бірін өзара тартатынын түсіндіреді. Бұл заңды ең алғаш ашқан қай жылы? 1867 жылы, қателеспесем, Исаак Ньютон деген ғалым. Екі дененің арасындағы тартылыс күші болатынын көрсетеді дейді. Бұл жалпы заңдылықтың негізгі идеясы мынада. Барлық дене, яғни массасы болса болды, ол тартылады.
бұл тартылыс күші массалар неғұрлым үлкен болса, соғұрлым күшті болады. Мысалы, аспан әлемін айтатын болсақ, жер және күнді салыстыратын болсақ, күн более массивный аспан денесі, оның бетіндегі гравитация да көбірек болады. Ол не только енді гравитацияға ғана, массаға емес, ол еще оның арақашықтығына да тәуелді болады. Мәселе мынада. Мысалы, мен жердің бетіндегі қазір тұрып, жер мені определенный күшпен тартып тұр. Егер мен космосқа ұшып кететін болсам, жерден сәл алшақтайтын болсам, мысалы, орбитаға дейік, космический орбитаға ұшып кететін болсам, ол жақта мені жер ондай қатты күшпен тарта алмайды. Өйткені арақашықтық не істеді? Арақашықтық артты. Значит, бұл күш еще арақашықтыққа да тәуелді. Неғұрлым бір-бірінен алыс болсақ, соғұрлым тартылыс күші тоже әлсіз болады. Это, ребята, просто как два магнита. Мысалы, екі магнит бар деп елестетейік, мен қолымда магнит жоқ енді. Мынау екі магнит, бір-біріне жақындатқан сайын олардың тартылыс күші уже прям бір уақытта пах деп жабысып қалады. Алыстататын болсаң, ол екеуі бір-бірін тартатын күші не істейді? Әлсірейді. Енді осының формуласына кезек берейік. Жалпы мысал ретінде біздің мына екі таныс жеріміз, жер ана және біздің сенімді серігіміз, жердің серігі, ол айды қарастырайық. Жер және ай. Енді бұл жерде мынандай бір мәселе. Осы формуланы қазір аккуратно айтатын боламыз. Біз екі дененің бір-біріне қандай күшпен тартылатынын анықтап жатырмыз. F тең G(m1 m2) бөлінген R квадрат деген бұл бәттік деген заттың формуласы, бүкіл әлемдік тартылыс күші. Тек қана екі дене үшін арналған. Бұл жерде анықтама берейік. Яғни кішкене бұл тақырыпты ашып айтатын боламыз. Мына жерде M1 деген бұл бірінші дененің массасы. M2 деген бұл екінші дененің массасы. Поняли? Енді бұл жерде R деген нәрсе бар. R деген осы екі дененің арақашықтығы деп көп кітаптарда айтылады. Но вы запомните, R деген екі дененің центрлерінің арасы. Мына арақашықтығы емес, мынаның бетіне дейін емес, ол қате болады. Бұл қате тұжырым. Именно екі дененің центрлерінің арақашықтығы деген арақашықтықты қолданамыз есеп шығарған кезде. Ал G деген бұл жерде гравитациялық тұрақты шама, белгілену үлкен G, оның мәні 6,67 көбейтілген оның -11 дәрежесіне тең екен. Формула жалпы осындай. Барлығын вроде айтып кеттім. Таныс емес шама жоқ. F деген ол күш ньютонмен өлшенеді. Мына жерге жазып кетейік, қыбырын айтпақшы. F дегеніміз ньютон, M1 m2 деген массаны міндетті түрде килограмммен өрнектейміз, ал арақашықтықта міндетті түрде метрге айналдыратын боламыз. Бұл қыбыр. Енді бір мынандай бір есеп шығарып көрсек. Екі дене өзара F деген күшпен тартылады деді. Егер олардың арақашықтығын 2 есе кемітетін болсақ, денелердің арасындағы тартылыс күші қалай өзгереді? Для примера айтып көрейік, бірінші сурет салып бастайық. Мына бірінші дене массасы M1, екінші дене массасы M2 және олар бастапқыда бір R деген арақашықтықта орналасқан дерлік. Және олар бір-біріне тартылады. Олардың массасы бар, значит, олар бір-біріне F деген күшпен тартылады дейік. Енді осы арақашықтық 2 есе кемсе дейді, олардың тартылыс күші қалай өзгереді? Запомните, бұл магнит сияқты дүние. Екі дененің арақашықтығын кемітсек, яғни жақындататын болсақ, олардың күштері арту керек. Бұл жерде тура және кері пропорционалдық жайлы айтып кеткенді жөн көріп тұрмын. F тең G көбейтілген M1 көбейтілген M2 бөлінген R-дің квадраты. Қараңыздар, бұл жерде тура және кері деген ұғымдар бар. Мен алдыңғы сабақтарда бірнеше рет айтқанмын. Мысалы, мынау F деген тартылыс күші және мысалы мынау M1. Екеуі бір-біріне қалай пропорционал десе, екеуі бір-біріне тура пропорционал. Легче запомнить вот так. Формула көріп тұрсыздар, мынау F және мынау алымында тұрған жоғары дүниелер, бұлар бір-біріне тура пропорционал. Оның мағынасы қандай? Мысалы, мынау массаны арттыратын болсақ, мынау тартылыс күші тоже артады. Егер екінші дененің массасын арттырсақ, ол да күшіміз артып кетеді. Немесе наоборот, мынау екінші дененің массасын азайтса, мынау да азайды. Тура деген солай. Анау азайды, мынау азайды. Көбейді, мынау да көбейді деген сияқты. Ал енді кері пропорционал деген шамалар, ол кез келген формулада мына екі шама. Мынау F деген күш және оның астындағы бөліміндегі дүниемен, физикалық шамамен бұлар кері пропорционал болады. Мысалы, мынандай формуланы айтып кетейік. V квадрат тең 3RT бөлінген мольдік масса деген бір формуланы ала салайық. Бұл жердегі кері пропорционал шамалар десе, олар мыналар. Бір-біріне кері пропорционал. Мынау артса, мынау наоборот не істейді? Кемейді. Дәл солай, мысалы, V тең S бөлінген T десе, бұл жерде бір-біріне тура пропорционал емес, кері пропорционал шамалар қайсы десе, ол мынау екеуі.
Уақытымыз артса, жылдамдығымыз кемиді. Немесе уақытымыз кемсе, наоборот, жылдамдық не істейді? Артады. Болды, осындай қарапайым ғана мысалмен келтіріп қойдық. Енді қараңыздар, кері пропорционал шамаларды білеміз. R деген екі дененің арақашықтығы. Вот, осы жерде мынандай есеп. R шама арақашықтық 2 есе кемитін болса, мынау тартылыс күші артады, оны біз білеміз. Бірақ мына жерде 2 есе кемсе, 2-нің R-дің сыртында квадраты бар ғой. Сол үшін мына жерге 4 есе артады дейміз. Допустим, екінші мысал. Тура осы формула келтірейік. G(m1 m2 бөлінген r квадрат. Екі дененің арақашықтығы 3 есе артты дейік. R шамасы екі дененің арақашықтығы 3 есе артып кетті. Артатын болса, мынау тартылыс күші кемиді қаншаға десе, 3-тің сыртында квадраты бар. Сонда 9 деп жазасыңдар. 9 есе кемиді. Болды, осындай қарапайым мысал. Екінші сұрақ. Массасы 8 тонна ғарыш кемесі, массасы 20 тонналық орбитал ғарыш бекетіне 100 метр арақашықтыққа жақындайды. Олардың өзара тартылыс күшін анықтаңыз. Бізде екі дене бар. Бірінші дененің массасы 8 тонна, міндетті түрде килограммға айналдырамыз, 8000 килограмм. М2 дегеніміз бізде 20 тонна, ол бізде 20 000 килограмм. Екеуінің арақашықтығы R 100 метрге тең. И олардың өзара тартылыс күші F-ті сұрап тұр. Ну, давайте есептейік. Бірінші формуласын жазам. F тең G көбейтілген M1 көбейтілген M2 бөлінген R-дің сыртында квадраты бар. G-дің шамасы тұрақты. Бағана айтып кеттім, 6,67 көбейтілген оның минус 11-ші дәрежесіне тең. Бірінші дененің массасы 8000 килограмм, но мен бұны для удобства давайте бетейік. 8 көбейтілген оның 3-ші дәрежесі деп қойық. Мына жақта 3-0 болған соң. 8 көбейтілген оның 3-ші дәрежесі, көбейтеміз. Екінші дененің массасы 2 көбейтілген оның 4 дәрежесі. Мына жаққа да жазып кетейік. И осының барлығын бөлеміз R-дің квадратына. R арақашықтығымыз 100 метр. Мен 100 метрде 10-ның квадраты деп жазып қойсам, 100 деген 10-ның квадраты емес пе? 10-ның квадраты, еще сыртында квадрат бар. Яғни бізде R-дің өзі 10-ның квадратына тең. R квадрат десе сыртында тағы бір квадрат болады. И получается бұл жерде тек қана ондықтармен көп жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, калькуляторды алып шығайын. Негізгі сандар 6,167-ні көбейтеміз 8-ге, көбейтеміз 2-ге, бұдан шығады 106,172. 106,172. Енді тек қана ондықтармен жұмыс жасаймыз. Ондықтарды қараңыздар, не қалды? Оның минус 11 дәрежесі көбейтілген оның 3 дәрежесі көбейтілген оның 4 дәрежесі бөлінген оның квадраты сыртында квадраты болса, екеуі көбейтіліп оның 4 дәрежесін береді. Мына екеуін қысқартайық. Сонда мына жақта оның минус 11 плюс 3 дәрежесі көбейтілген бұны қайта жазсақ болады. 106,172 көбейтілген оның минус 11 плюс 3 ол бізге минус 8-ді бере ма? Минус 8 дәрежесіндегі Ньютон деп айтамыз. Бітті. Тамаша. Екінші есеп тәмам, үшінші есепке жолғайық. Так, екі дене бар. Суреттерін салып алайық. Для приличия мына бірінші дене массасы m1 болсын, мына екінші дене массасы m2 деп алайық. Бір-бірінен 1 километр қашықтықта орналасқан екі дененің арақашықтығы берілген екен, r деген. Ал есептің шарты бойынша екі дене арақашықтығы 1 километр. Метрге бірден айналдырамыз. 1000 метр. Немесе оны сразу оның 3 дәрежесі деп жазып қойып. Енді олар өзара әсерлесетін күші 6,167 пика ньютон дейді. Пика деген оның минус 12-ші дәрежесіндегі ньютон. Мен сіздерге ең басында, курстың басында не деп айттым? Мұны пика, мика, санти, манти дегендердің барлығын кітаптерінің бірінші бетіне бүйтіп адырайтып жазып қой дедім. Сол жақтан қарап ал. Ал G-дің шамасы белгілі. Енді біз мына жерде мына нәрсені ескерейік. Екі дененің массалары бірдей. Яғни бірінші дененің массасы және екінші дененің массасы абсолютно бірдей деген сөз. Мына 5 килограмм болса, мына да 5 килограмм деген сөз. Немесе оларды ортақ жалпы m деген әріппен белгілеп алайық. То есть мынау 5 болса, мынау да m бола салсын. Болды. Сонда формула бізде қалай түрленеді? Соны назар аударыңыздар. F тең G көбейтілген m1 m2 деудің орнына мен m көбейтілген m деп айтамын. Өйткені екеуінің массасы бірдей ғой. m деп белгілеп ал. Бөлінген r квадрат. Сонда формуламыз G көбейтілген m квадрат бөлінген r квадрат болды екен. Ал енді формуланы түрлендірейік. Формула түрлендіретін болсақ, массаны табатын болсақ, мына жаққа әдемілеп жазып алайын. G m квадрат бөлінген r-дің квадраты. Так, екі жағында көбейтеміз. Мынау m квадратты табу керек болса, қасында кім бар? G мен r квадрат бар. Мына жағын r квадратқа көбейтеміз и G-ға бөлеміз. И мына жақта r квадратқа көбейтеміз және G-ға бөлеміз.
алтыға кетті. Мына g. Сонда бізде қысқарып кетеді. Бөлшектің оң жағында g мен g қысқарады, r квадрат пен r квадрат қысқарады. Сонда m квадрат қалды. Оң жағында тең болады. f көбейтілген r квадрат бөлінген g. И m квадратты түбір астына алатын болсақ, мына квадратпен түбір жойылып кетеді. Болды, формула дайын. Түбір астында f деген күшіміз 6,67. Оның минус 12 дәрежесі көбейтілген. Арақашықтығымыз 10-ның 3 дәрежесі, r деген арақашықтық. Квадраттасақ 10-ның 6 дәрежесі болады. Бөлінген g. 6,67 көбейтілген 10-ның минус 11-ші дәрежесі. Так, қараңыздар, 6,67 қысқарады. Сонда тек қана ондықтар ғана қалады екен. 10-ның минус 12 дәрежесі плюс 6 дәрежесі. Алымда 10-ның минус 6 дәрежесін береді. Бөлімінде 10-ның минус 11 дәрежесі болса, түбір астына алайық. Не істейміз? А-ның b дәрежесі бөлінген А-ның c дәрежесі болса, негіздері бірдей болса, b-дан c-ні азайтамыз. Получается, түбір астында 10-ның минус 6 минус 11 дәрежесі десек, мына жақшаны ашқан кезде плюс болып кетеді. Минус 6 плюс 11. 11-ден 6-ны алып тастасақ, қанша шығады? 5 шығар, е? 10-ның 5-ші дәрежесіндегі деген жауап шықты. Ну, получается, m тең түбір астында 10-ның 5 дәрежесі. Ну, дальше калькуляторға алып, былай салыңдар. Ерінбеңдер, е? Мен сияқты. 10-ның 5 дәрежесі деген 10-ның арқасында 5 0 бар. 100 мың и түбір астына алатын болсақ, 316,2. 316,2 килограмм бұл әр дененің массасы. Болды? Келесі есепті шығарайық. Вот уже қызық есеп. 50 метр қашықтықта орналасқан екі дене бар. Салып алайық. Массалары m1, m2 және олардың арақашықтығы 50 метрге тең. 50 метрге тең. Және олар өзара бір-біріне тартылады дейді. Хорошо. Екі дене бір-біріне тартылады екен. F деген күшпен. Даже мына жерде F деген күштің мәнін бермей қойсын. Қорықпаңдар, әріп көрсеңдер, қорықпаңдар, самое главное. Так, егер екі дененің арақашықтығын 50 метрге арттыратын болсақ, уже интересно. Дәл сол екі дене, массалары m1 және m2, бірақ бастапқы арақашықтығы 50 метр. Оны тағы 50 метрге арттыратын болсаң, уже қанша метр болады? 100 метр болмай ма? 100 метр болады. И қараңыздар, олардың тартылыс күші дейді. Бұл есептің жауабы былай шығады. Біз бітеміз қазір. F тең G m1 m2 бөлінген r квадрат деген формуланы пайдаланамыз. Оны білеміз, е уже. Так, енді қараңыздар. Арақашықтық 50 метр болды. 100 метрге дейін артты. Қанша есе артты? 2 есеге өсті ғой. 2 есе артып кетті. Егер арақашықтық r 2 есе өсетін болса, онда әсерлесу күші қалай өзгереді? 2-ның квадратына кемейді. 4 болады. 4 есе кемейді. Сонда болды. Бастапқыда бұл денелер F деген күшпен тартылатын болса, екінші жағдайда ол күшіміз 4 есе кемейді. Немесе оны басқаша былай жазу болады. F бөлу 4. 4 есе кемейді деген осы. Немесе басқаша оны 4-тен 1 F дейсек. Ол 0,125 F болады екен. Оны жерге сөйтіп жазсақ, 0,125 F деген сөз. Ну, бұның логикасы мынандай ғой. Мысалы, екі дене 100 ньютон күшпен тартылады десе, ол 4 есе кемсе, мына жақта 25 ньютон күшпен тартылады деген сөз. Понятно? Просто ньютон емес, әріппен бере салса қорықпаңдар дегенім осы. Логикасы осындай. Мына жауап 0,25 F. Келесі сұрақ. Уже мына жақта еселіктер деген дүние пайда болды, е? Бұл есепті шығару үшін кішкене тренироваться ету керек. Бірақ есептің шығарылу жолы оңай. Әркім әртүрлі методикамен шығарады. Мектептегі физика мұғалімдері оны үлкен тақтаға толтырып жазу мүмкін, бірақ біз қысқаша шығарып көруге тырысамыз. Бұл жерде лайфхак. Былай дейді, екі дененің арақашықтығын 100 метрге арттырғанда олардың тартылыс күші 1,44 есе кемейді дейді. Енді елестетіп көріңіздер. Екі дене бар, массалары m1, m2 және олардың арақашықтығы r дейік. Хорошо. Енді қараңыздар. Осы екі дененің арақашықтығын тура осы екі дене m1, m2. Бірақ бұлардың арақашықтығын арттырды. Қаншаға? 100 метрге. Яғни мынаның арақашықтығы r емес, уже r плюс 100 болды. Мынау бірінші жағдай, мынау екінші жағдай. Түсініп тұрсыңдар ма разницасын? Енді қараңыздар, дальше оқиық. Осылай арттырған кезде олардың тартылыс күші 1,144 есе кеміді. То есть бастапқыда мынау екі дене бір-біріне тартылса F деген күшпен, екінші жағдайда осылардың өзара тартылыс күші
1/44-ке келмейді деген сөз 1/44-ке бөлінеді деген сөз. Бірінші жағдайда f, екінші жағдайда f бөлу 1/44. Денелердің бастапқы арақашықтығын табыңдар. R-дің начальный значениесін табу керек. Сұрақ. Бұндай есептер мынандай логикамен шығарылады. Осылай суретін саламыз. Бірінші шарт. Сурет салу. Чтоб сендер көзбен көріңдер не процесс болып жатқаны. Екінші жағдай формуланы жазу. Екі жағдай үшін екі рет жазамыз. Формуланы жазу деген ол мынандай мағынада. Бірінші суретке қараңыздар. Мінекей мынау суретке. Бұл суретке қарасаңдар. Ол екі денені тартылыс күші F. Иә. Формула бойынша G көбейтілген M1, екінші дененің массасы M2 және олардың арақашықтығы R. Және соның сыртында квадрат бар. Бұл бірінші жағдай үшін жазылған формула. Енді екінші жағдай үшін жазатын болса, мен бүйтіп жазамын. Олардың өзара әсерлесу күші F емес, уже F бөлінген 1/44. Тең болады. Формула бойынша G массалары дәл солай өзгерген жоқ. M1, M2 болды, бірақ не өзгерді? Арақашықтық өзгерді. Арақашықтық қалай өзгерді? R плюс 100 болса, R плюс 100-дің сыртында квадраты дейміз. Бұл екінші жағдай үшін жазылған формула. Енді үшінші амал формуланы формулаға бөлу. Формуланы формулаға бөлу деген сөз, мынау бірінші формула, мынау екінші формула, екеуін бір-біріне бөлеміз. Давайте біз бірінші формуланы бөлейік екінші формулаға. Формуланы формулаға бөлген кезде қалай бөлеміз? Мынау теңдік белгісі, мынаның сол жағынан сол жағына, оң жағына просто бөліне салады. Қараңдар, 1/2-ке бөліп жатырмын мен. Бірінші теңдеудің сол жағында F бөлу 1/44. Сол жағына бөліп қойдым уже мынаған. Тең белгісін қоямын. Тең белгісін қойғаннан кейін оң жағына бөлеміз. Оң жағына бөлгенде G M1 M2 бөлінген R квадрат бөлу G M1 M2 бөлінген R плюс 100-дің квадраты. Ары қарай математикалық амалды білесіздер. Бөлу деген нәрсені көбейтіп қалай жазамыз? F дейміз, екінші бөлгішті біз 1/44 бөлу F деп орналастырамыз. Мына жақта G M1 M2 бөлу R квадрат көбейту дейміз, мына жақта уже R плюс 100-дің квадраты бөлінген G M1 M2 болады. Ал қысқартайық, мынау қысқарды, F пен F қысқарды, қарап тұрсаңыздар, бір ғана белгісіз ғана қалды. 1/44 қалған жазып шығайын тең. Үстінде R плюс 100-дің квадраты, астында R квадрат. Енді қараңыздар. Бір ғана айнымалысы бар теңдеу шықты. Кәдімгі квадраттық теңдеу. Біз бұны, бірақ математикада біз А плюс Б-ның квадраты десе, оны қалай ашамыз? А квадрат қосылған 2AB плюс Б квадрат деп шығаратын болсақ, өте ұзақ шығады. Сол үшін физикада мынандай лайфхакты пайдалана салыңыздар. Біз қазір осы теңдеудің екі жағында түбірдің астына алып жібереміз. Сонда түбір астында 1/44-тен қанша шығады? 1/44, түбір астына алсақ 1/2 шығады, 1/2 тең. Мынау R плюс 100-дің сыртындағы квадратмен мына түбір жойылып кетеді, R плюс 100-дің өзі қалады. Ал астыңғы жағында мынау квадратпен тоже түбір жойылып кетеді, астында R ғана қалады. Ары қарай қарапайым пропорция. R-ді мына жаққа қасына көбейтіп қойып жіберейін. Сонда 1/2 R тең R плюс 100 десем. R-ді теңдіктің сол жағына өткіземіз. 1/2 R азайту R тең 100-ге. Осы жерден 0,2 R тең 100-ге R-ді табатын болсақ, 100-ді бөлеміз 0,2-ге. 100-ді 0,2-ге бөлсек 500 метр. R деген ол бізде не нәрсе? Бастапқы екі дененің арақашықтығы мінекей. Мынау R бізде 500 метрге тең. Екінші жағдайда олардың арақашықтығы 100 метрге артса, значит 600 метр болды деген сөз. Болды осындай тамаша ғана есеп. Екінші есепті шығарып көрейік, көзден кішкене үйренсін. Бірақ бұл жерде уже сәл-пәл пайызды қосамыз. Пайыз деген сабақ менде физикалық, математикалық базада бастапқы бір 3-ші ме 4-ші сабақта бар, бір қайталап көрсең болады. Есептің логикасы дәл сондай. Екі дене бар, массалар M1 және M2. Және осы екі дененің арақашықтығын мен R деген әріппен белгілеп алайын. Давайте мына жаққа белгілеп қойшы. Арақашықтық что-то күшпен бір-біріне қабаттасып кетіп отыр. Мынау R деген арақашықтықта орналасқан. Және олардың тартылыс күші F деп сызып алайық. Бір өзара F деген күшпен тартылады. Модульдері бойынша бір-біріне тең. Екінші жағдайда енді есептің шартын оқысақ болады. Екі дененің арақашықтығын азайтты дейді. Мынаның массасы M1, M2, бірақ олардың арақашықтықтары уже R емес, 60 метрге азайса, значит R минус 60 болды деген сөз емес пе?
арақашықтығы r минус 60. Ал тартылыс күші 69%-ға артады дейді. Пайызға артса қалай жазатын едік? Мысалы, F деген күш болды, ол 69%-ға артса, бастапқыда 100% болған, 69%-ға артса 169% болды. И осы 169%-ға қалай жазамыз? 1,169F деп жазамыз. Екінші жағдайда 69%-ға артты деген сөз 1,169F болды деген сөз. Тағы да бір мысал келтіре салайын, на всякий случай. Мысалы, олардың өзара тартылыс күші 40%-ға кеміді десе, бастапқыда F 100% болады, 40%-ға кемісе 60%-ға алып қояды. Ол бізде 0,6F болып қалады. Егер 40%-ға азайса деген шарт. Болды. И осы екі жағдай үшін екі формуланы жазамыз. И бір-біріне просто бөле саламыз. Бірінші жағдайда тартылыс күші F, G, массалары M1, M2, арақашықтығы R-дің квадраты. Екінші формуланы жазамын. Тартылыс күші 1,169F, тең болады G, көбейтілген массалар өзгерген жоқ, M1, M2. Не өзгерді? Арақашықтық R минус 60 болып өзгерді. Сыртында квадраты бар. Енді теңдеуді теңдеуге бөлген кезде, давайте біз осы жолы бірді екіге емес, екіні бірге бөле салайық. Екінші формуланы бөлемін бірінші формулаға. Бұдан шығады. Сол жағына бөлеміз. 1,69F бөлу F тең G M1 M2 бөлінген R минус 60-тың квадраты. Мен мынаны бөліп жатырмын, мынаған. Түсініп тұрсыздар ғой? Көбейту деп сразу жүрейік автоматом. Мынаны не істейміз? Төңкереміз. R квадрат бөлу GM1 M2. Шығаратын дүние бар ма? Көздеріңіз көріп тұр, GM1 M2, GM1 M2 кетеді. F пен F кетеді. Бізде не қалды сонда? 1,169 қалды. Тең R квадрат бөлу R минус 60-тың квадраты. Не істейміз? Түбірдің астына аламыз. 1,69-дан 1,1 мына жаққа жазайын. Сыймай қалды сияқты. 1,69-дан 1-де шығады. Тең R квадраттан R шығады, ал R минус 60-тың квадраты түбірмен қысқарады да R минус 60 қалады. Ары қарай пропорция 1,3 R. Мынаған көбейтіп жатырмын. Жақшан сразу ашып жіберейік. 1,3 R азайту 1,3-ті 60-ға көбейтсем қанша болады екен? 78 болады екен. 1,3 R азайту 78 тең R-ға. Енді мына екеуінің орындарын ауыстырайық. 1,3 R азайту R 78 плюспен өтеді. 1,3-тен 1-ді алып тастасам 0,3 R тең 78 қалады екен. Осы жерден R-ді табатын болсам, 78-ді бөлемін 0,3-ке. 78-ді бөлсек 0,3-ке 260 метр. Бұл екі дененің бастапқы ара қашықтығы 260 метр болған, екінші жағдайда 60 метрге қысқарса, уже 200 метр болды деген сөз. Ол да осындай қарапайым ғана есеп. Арту кемуге қатысты бывают такие случаи, когда екі параметр бірден өзгеріп кетеді. Мысалы, қараңыздар, екі дененің әсерлесу күшін жазып алайын, что формулаға менде дайын тұру үшін. И бөлінген R-дің квадраты. Қараңыздар. Былай дейді, екі дене бар, бір-біріне тартылады. Біреуінің массасын 4 есе азайтсақ. Мысалы қараңыздар. Бірінші дененің массасы азайды делік 4 есеге. Тартылыс күші қалай өзгереді? Тура пропорционал, бұл да 4 есеге азаяды. Яғни 4-ке бөлінеді деген сөз. F бөлу 4 болады. Хорошо, с этим разобрались. Уже өзгеріп бастадық. Күшіміз 4 есе азаяды. Енді екінші мәселе. Олардың арақашықтығын 2 есе кемітсек дейді. Бұл уже екінші шарт. Екі дененің арақашықтығын азайтсақ 2 есеге. Онда олардың тартылыс күші не істейді? Наоборот артады. Қаншаға? 2-нің квадраты 4 есеге артады деген сөз, 4 есеге көбейеді деген сөз. Сонда мынау F-тің алдында коэффициентке қарайсыздар. F-тің алдында 4 бөлу 4 екеу қысқарады да, қайтадан F-тің өзі ғана қалса, значит, ол күшіміз өзгермейді деген сөз. Өзгермейді. Болды. Кейбір жағдайда мысалы 2 есе артады, 2 есе кемейді деп шатасып қалатын болсаңыздар, осындай есептерді көбірек шығарыңыздар. Ал бүгінгі сабақтың соңғы сұрағы Закирова деген хитовый кітаптан алынған есептің бірі. Жер бетінен 600 километр қашықтықта орналасқан. Жерді салып алайық, әңгіме жер жайлы болып жатыр. Жер анамыз. Жердің бетінен 600 километр қашықтықта. Мына қашықтыққа 600 километр екен. Мына жақта орналасқан бір дене бар екен. Оның массасы 1 килограмм. Әсер ететін күшті анықтаңдар. Вот бұл жерде қарап тұрсаңыздар, мынау жер и айдаладағы дене екеуі қандай күшпен әсерлеседі? Біз не деп айттық? Жердің массасын давайте үлкен M-мен белгілеп қояйық. Екі дене болып тұр,
жер және кішкентай бір зат 1 килограммдық. Екі дененің әсерлесуін тапқан кезде біз қандай арақашықтықты аламыз? Именно екі дененің центрін, то есть жердің центрінен бастап мына денеге дейінгі арақашықтық десек. Мына жерде еще жердің радиусы бар ғой. Получается, арақашықтығы мынау денемен мынау дененің арақашықтығы қазір неден құралған? Мына жерде жердің радиусы бар и плюс еще 6400 километр бар, иә? Біз бұны давайте h деп жаза салайық. То есть биіктік ретінде аламыз. Болды, сонда формуламыз қалай түрленеді? Екі дененің әсерлесу күші G көбейтілген бірінші дененің массасы үлкен м дедік, екінші дененің массасы кішкентай м, ал арақашықтықтары жердің радиусы плюс еще h деген биіктік. И оның сыртында квадраты бар. Болды, формула кейде осындай күйге еніп қалса, көздеріңді бүйтіп бадырайтпаңдар. Кәдімгі элементарный дүние. Жазайық. G-дің мәні 6,67. Оның минус 11 дәрежесі жердің массасын беріп қойған. 6 оның 24 дәрежесі көбейтеміз. Екінші дененің массасы 1 килограмм бөлеміз. Енді қараңдар, жердің радиусы қанша? 6400. Мына бізде 6400 болса. И оған 600 километр тағы да қосылса. 7000 километр бола ма? 7000 километр деген сөз 7000 метрге айналдырсақ тағы 3 нөл жалғаймыз, немесе бұны 7 көбейтілген оның қанша дәрежесі деп жазсақ болады? 3 6 ма? 7 оның 6 дәрежесі деп жазсақ. Сыртында квадраты бар. Болды? Есептейік. 6,67 көбейту 6, көбейту дейік та, мына 2 дәрежені бірден есептеп жүрейікші. 24-тен 11-ді алып таста. 13 бола ма? 13 бөлу. Бөлімінде 7-ні квадраттаса 49, оның 6 дәрежесін квадраттасақ, оның 12 дәрежесі болды. Болды, сонда біз мынандай жауап алар екенбіз. 6,67 көбейту 6 бөлінген 49. 0,82. 0,82 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі? 13-тен 12-ні алып тастасаң, 1 дәреже қалады. 0,82-ні 10-ға көбейте сандар енді. 10-ға көбейтсек, 8,2. Деме жуықтап алдым ғой. Жуықтап алған кезде 8,2 ньютон деген жауапты аламыз. Болды, болар, осымен тақырыбымыз тәмам. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тақырыпта біз осы әртүрлі планеталар бар ғой. Айдың бетіндегі G, мысалы жердің бетінде G-дің мәні 10 деп айтамыз. Айда 1,6, Юпитерде 1 деген сияқты. Соларды есептеуді үйренетін боласыздар. Так что давайте осы тақырыптан кейін сразу соны қарап тастаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша. Пока.